Бірақ бізде нөкіс көшелерімізде де әсия қырлықпенен міне осындай автомобильдеріміз көбеймекте. Анық айтамын, сіз көргенсіз, бұл JAC G7 автомобилі. Бұның тек қана қара рең емес, ал ақ һәм қызыл реңлерде бар. Ал құрметті достар, енді автомобиліміздің параларына келетін болсақ, ледовый пара көрсеңіз болады. Бұл машинамыз енді көрінісіне қарайтын болсаңыз, қатты чотки қымбат машинаға ұқсап көреді, бірақ негізінде арзан. Соңынан параларда алдында қараңыз, обвесовкаларда осындай қатты чотки болып тұрады. Өзі никел реңі беріп істелінген, адамдардың ітібарын тартып тұру үшін. Алдында осындай камералар да бар, бұларды детекторам жайласқан, және паралар қараңға кіргенде өзі автоматически жану үшін. Ал машинамыздың жүрегіне болса, 1.5 турбо мотор жайластырылған. Одан да басқа машинамыз 140-137 ат күшіне ие. Енді баллонларына келетін болсақ, жұмсақ осындай резинкадан істелінген 4 маусымге де түсіп кете береді. 17-лік өлшемді, және бұл машинамызға қарасаңыз болады, мен орын қалдырған. Бұған 18-19-лық баллонларда қоя берсеңіз болады. Бірақ бұл өзінің осындай фабричный баллоны болғаннан кейін расходы да аз болады, сізге қатты қолай. Құрметті күзетушілеріміз, машинамыздың артын көрсеңіз болады, чотки болып көрінеді артынан. Енді қараң, ең зор тәріптенен бірі артындағы осындай паралары. Бұлам лед пара жатық линза формасында жайластырған. Көпшілік қалиды машинның арты осындай болып жанып тұруын, бұлам өзгеше вид береді, қатты қымбат машинға құсап. Астында және паралары бар осындай. Ең зор тәріптенен бірі бұның осындай парктроник. Бұл мысалы үшін парковка қылатырған уақытыңызда артында терек болып қалса, машина қатты жақыласып кетсе, өзі шүйкіліп дауыс береді сізді хабарландыру үшін. Так, енді көпшілік ойлайды, бұл машинамызды седан машиналарына кіреді деп, бірақ негізі ондай емес. Бұл машинамыз лифтбек машина есептелінеді автомобилі, яғни бұл не дегені дейтін болсаңыз, қарап көрсеңіз болады. Лифтбек дегеніміз қандай дейтін болсаңыз, автомобилдің сондай артқы айнасы менен қосып көтеріледі багажы. Енді қараң, багажына әтвар қарататын болсаңыз, қаттыға кең. Енді біздерден үрпәдет бар ғой, қызап қашу деген. Қызап қашаңыздан болады, бұл машинада екі қыз арқайын түседі, бір қыз жасабам кетеді. Қазір яқшы. Қараймыз. Осындай кең болады, бұған қалесеңіз пропан, қалесеңіз метан жайластырсаңыз болады. Ең зор тәріптенен бірі, әтвар берсеңіз, осындай өзінің запасной баллоны болады. Запасной деп, запасной емес, бұл өзіндай сіздің автотехқа жетіп алу үшін жәрдем береді, өзінің ішінде болады бұндай. Так, енді салонға да келді. Салонымыз осындай артқы тарапы кең болып жайласқан болады. Ең зор тәріптенен бірі, бұл осындай арт бетіндегі кондиционер пассажирлер үшін қаттыға қолай болып жаратылған, ал асты бетінде болса, осындай зарядқа қою үшін USB кабельдерге орын бар. Осындай пассажирлерге су қойып, зат қойып отыру үшін қоясыз, арқайын беймәлел не деген қолайлық мынау. Енді қараң, бұл машинамыз жақсылап естіп алың, қатты қауіпсіз машиналардың қатарында жоғары орындарда тұрады. Себебі мына алдыңғы тарапта да, артқы тарапта да airbaglar жайласқан, бұл арқайын міне бересіз қорықпай. Және осындай колонкаларына қараң, колонкаларына қарайтын болсаңыз, артында осындай үлкен кішкентай бір емес, екі мына тарапта тағы екеуі бар. Колонкалар бар, қосытып, бақыртып, арқайын отыру үшін. Және осы жерде светлері бар, арқа тарапта да барлығы өздері жанады. Осындай бассаңыз, кожалары жұмсақ кожадан істелінген, көріністерде барлығы зор. Ал енді салонымыздың алдыңғы тарапына келетін болсақ, сиденьялар осындай спортивный формада істелінген, қаттыға сұлу тұрады. Енді бірінші орында айту керек болған нәрсе, бұл оның рөлі, машинамыздың рөлі. Бұл әйел адамдар үшін, қыздар үшін айдауға қаттыға қолай, жеңіл бұрылады. Және машинамыз осындай старт-стоп түймешесі арқылы басқарылады. Көретін болсаңыз, осындай алдыңғы экранларда сізді JAC жазуымен күтіп алады машин. Қарасаңыз, жеңіл бұрылады. Ондай бұруда қиналып отырмайсыз. Бұл рөлінің өзі, фирменный өзінің рөлі болып есептелінеді, және осындай круиз-контрол барлық нәрселері жайластырылған. Және айтып өткен нәрселеріміз осындай алдындағы кондиционерлеріне қарасаңыз, бұлар осындай екі тарапты төртеу болып жайластырылған алдында. Және ең керекті адамға зор чотки вид беретін нәрсе, машинды қымбат қылып көрсететін нәрсе, бұл оның сырада люкі болып есептелінеді. Ал люкі болса, сөзден ашылады. Сөзден жаусаңыздан болады, және көтеру арқылы түсіріп қоятын болсаңыз, әмет түймешелері бұл бар. Көтересіз арқылы.
Автомобилimiz автомат коробка һәм буда ең зор тәрәпләреннән бире вариатор жайлаштырылган. Вариатор булганда кандай, күп адам белмейди о кандай дип, уның минус тәрәпләре дип уйлайт, бирок ең зор плюс тәрәпләреннән бире сол. Ягъни автомобилimiz скоростын өзгәртергән вакытта, билесиз, силкинүү сезилет машинада арткы тарапка улыма билинет, алдыңгы тарапка сизге да билинет. Енді вариатор булганда ул эч нәрсе сезилмейди, теп-текис кете берет скоросттан скоростка өткөргәндә. Профессионал обзорчы болмасам, иләҗе барынча автомобилимизди обзор кылып берүүгө аракет еттим. Енді һәммәңизге кызык нәрсени айтып өтөтүн болсам, ягъни бахасы хакында. Өзүңүз көргениңиздей автомобилимиздин көрүнүшү да һәммә жагдайы зор. Бу машинамыздын негизги бахасы 253 миллион сом. Ал енді сиз оны 28 миллион пайда менен 225 миллионга алсаңыз болады. Егер нак пулум жок дейтигонлар ушунда биздерде имканият жаратылган, ягъни башлангыч төлем үчүн 30% бересиз һәм калганын бөлүп берүүгө алып кетсеңиз болады. Егер сиз осы машинамызды алатыган болсаңыз, биз сизге полный банк бензин кылып беребиз. Автомобиль хакында, бөлүп төлөө хакында һәм суммалар хакында толук маалыматка ээ болууну кааласаңыз, төмөндөгү номерлерге коңгуроо этиң.